Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Стресс дегеніміз не? Және Enel компаниясының өнімі Валерий фитошайы жайлы айтатын боламын. Стресс ағзаның тітіркендіргішке қайтаратын жауабы. Адамдар көбінесе стрессті ашуланғанда, аштықта, суықта, ыстықта, ауырғанда және жабайы жануарлармен күрескенде, олардан қашқанда алады. Бірақ жер бетінде тіршіліктің пайда болғанына мыңдаған, миллиондаған жылдар болса да, адам ағзасының қиын және экстремалды жағдайларға жауап қайтаруы өзгермеген. Стресс биологиялық қабылдау және жауап қайтаруға бейімделген. Валерий фитошайы стресспен күресуге көмектесетін тамаша құрал. Әдетте халық медицинасында тыныштандырғыш шөптер ретінде қолданылатын өсімдіктердің оңтайлы үйлесімі осы шайда жинақталған. Шайдың атауы латынша Валерий сөзінен шыққан, аудармасы деннің саулығы, және бұл атау осы бір сусынның толық қасиетіне сәйкес келеді. Валерий фитошайы физикалық ахуалдың жақсаруына, шаршауды басуға, күш-қуатты қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл шайды бастың сақинасы ұстағанда, ұйқысыздыққа, асқынған қозғыштыққа шалдыққанда, жүйке жүйесіндегі өзгерістерге байланысты ас қорыту жүйесі бұзылғанда пайдаланған жөн. Валерий шайының құрамына түймедақ гүлдері, алма, сасық шөп және даршын қабығы қосылған. Түймедақ тыныштандырады, жүйке жүйесін тұрақтандырады, бас ауруын басып, артериялық қан қысымын үйлестіріп, қан айналымын жақсартады. Түймедақты қолданса, жүректің жұмысы жанданып, тыныс тереңдей түседі. Алма жүрек пен тамырдың қалыпты жұмысын арттырады, тәбетті жақсартады, қаназдықтың алдын алу үшін қолданғанға тиімді. Жарақат алып, күйіп қалып немесе инфекциялық аурулармен ауырғанда тез жазылуға көмектеседі. Сасық шөп жүйке және жүрек қантамыр жүйесін тыныштандырады, жүректің жиырылу ырғағын бәсеңдетіп, күшін арттырады, артериялық қан қысымын түсіреді. Даршын ас қорытуды, қан айналымын және тыныс алуды жеделдетеді. Ас қорытуды жақсарту үшін салқын тигенде, құздама болып ауырғанда, гастритке шалдыққанда, асқазан ауруын басу үшін қолданылады. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліңіздер.